Қайырлы күн баршаларыңызға. Кешкі асқа не жасарларыңызды білмей ойланып отырған болсаңыздар, дәл осы тағамды отбасыларыңызға жасап қуантсаңыздар болады. Дәмі тиген өте керемет және де бір жасағаннан шығатын, артық затты қажет етпейтін, үйдегі бар дүниелермен жасалатын керемет кешкі астың бір түрі. Өте аппетит ашатындай, тәбет ашарлықтай түрі де дәмі де бар екен. Ешқандай артық затты қажет етпейді. Осылай сорпасын құйып және де қасына гарниріне күріштен бөлек макарон немесе гречка қалауларыңыз бойынша түрлі заттарды пісіріп салуға болады. Пюреде қосуға болады. Мен тек қана күрішпен жасадым. Дәмі тиген өте керемет болып шықты. Және де осылай жұмыртқамен де ұсынсаңыздар болады. Әсемдеп балалар қызыға жеп қояры сөзсіз. Осылай көкшөптерді шашып, керемет етіп ұсынсаңыздар болады. Отбасыларыңызды қуантуға кешкі асқа өте керемет идея екен. Егер менің видеомды көріп жатқан болсаңыздар, лайк, комментарий қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Ең әуелі подливасын қуырмай жатып, осылай күрішімізге суымызды құйып, салқын суымызды құйып қоятын боламыз, тондырып. Онан соң подливасын дайындауға көшеміз. Осылай етімізді ұзыншалап етіп тураймыз және де пиязымызды қалауларыңыз бойынша турап алсаңыздар болады. Мен осылай ұсақтап турадым. Жалпы бір жасағаннан шығатын, артық дүниені қажет етпейтін керемет тағамдардың бірі екен. Осылай пиязын турап алдық. Осылай пияздарымызды да ұсақтап турап алатын боламыз. Жалпы үйде қандай зат бар, соның барлығын подливаға қосуға болады. Және де осылай картопты мен ұзынша етіп турап алдым. Барлығын ұзынша етіп турап алдым. Дәл осылай ұзыншалап турап алдым. Сіздер де ұзынша етіп турасаңыздар, өте әдемі көрінеді, ерекше болып. Осылай екі картопымызды турап алдым. Жалпы керек заттардың барлығын төменгі описание бөліміне қалдыратын боламын. Мінекей осылай барлық затымызды ұсақтап турап аламыз. Және де осылай орам жапырақ, яғни капустамызды да ұсақтап ұзынша етіп турап алдым. Капустаны көп қосқан жоқпын, кішкене қоссаңыздар жетеді. Бұл да подливаға өзіндік ерекше дәм береді. Егер сіздерге бұл заттар ұнамайтын болса, онда тек қана етпен және де пиязбен жасауға болады. Кішкене сәбіз қосып жіберуге де болады. Мен өзім осылай көкөністерді көп қосқанды ұнатқандықтан осылай жасап шықтым. Неке капустамызды турап болғаннан кейін болгар бұрышымызды да ұсақтап, ұзынша етіп турап алдым. Міндетті түрде ұзынша етіп турау міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша түрліше етіп турауға болады. Неке осылай турап алдым. Егер менің видеом ұнап жатқан болса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар және де жақындарыңызбен бөлісуге де болады. Егер видео ұнап жатқан болса, міндетті түрде осы тағамды жасап көріңіздер кешкі асқа. Өте бір ерекше заттарды да қажет етпейді. Үйдегі бар заттарды қосып, керемет ерекше кешкі тағам жасауға болады. Күнделікті жеп жүрген тағамдардан жалыққан болсаңыздар, міндетті түрде осы тағамды жасап көріңіздер. Неке енді сәбізімізді осылай мен үккіштен өткізіп алдым. Енді қазанымызға кішкене майымызды құйып, пиязымызды, етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Кішкене пиязымыз қызарғанша қуырып аламыз. Онан соң етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Қызарғанша еттің суы шығып, қызарып, еттің суы шыққанша қуырсақ, біздің тағамыз, кез келген тамағымыз өте дәмді болады. Яғни еттің сөлі бөлініп, тамаққа сіңетін болады. Мінекей енді үстінен капустамызды саламыз. Капуста бізде ұзақтау пісетін болғандықтан, осылай капустамызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Кішкене бұл да қызарғанға дейін. Енді дәл осы капустаның үстінен үккіштен өткізілген сәбізімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз.
мен өзіме өте қатты ұнайды осы тағам. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, және де менің видеомды қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Міне, сәбізді 1-2 минут қуырғаннан кейін үстінен осылай картопымызды салып, жақсылап қуыратын боламыз. Неге енді үстінен болгар бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз, және де бір шай қасықта паприка, томат, дәміне қарай тұз салып, тағы да кішкене 1-2 минут қуырып алатын боламыз. Неге паприкамызды, томатымызды салып, жақсылап қуыратын боламыз. Жалпы кез келген сорпа тамақты істеу барысында ең құпия әдісі ол осылай ішіндегі заттарының барлығын қуырып болғаннан кейін міндетті түрде қайнаған су құю. Міне енді су құярдың алдында подливамызға 1-1,5 ас қасық ұн салатын боламыз. Ол бізде подливамыздың қою болуына жағдай жасайды, және де ерекше дәм береді. Неге осылай подливамызды қуырып болғаннан кейін үстінен қайнап тұрған суымызды құятын боламыз. Бұл сорпаның ең құпия әдістерінің бірі. Енді бөлек ыдысымызға кішкене сары майымызды салып, жібіп тұрған күрішімізді суда суын төгіп тазалап жуып алғаннан кейін осы сары майымызға кішкене 1-2 минут аунатып қуырып алатын боламыз. Неге? Сары майға 1-2 минут жібіп тұрған күрішімізді аунатып қуырып алатын боламыз. Бұл күріштің дәмін енді айта алмаймын. Неге? 1-2 минут қуырғаннан кейін жақсылап қуырыңыздар, асты жабысып қалмауы керек. 1-2 минут қуырғаннан кейін бұның үстінен де міндетті түрде қайнап тұрған ыстық суымызды құятын боламыз. Ыстық су бізде күріштің езіліп кетпеуіне жағдай жасайды. Неге? Күрішімізді су құйғаннан кейін жақсылап жинап, жан-жағын қайнап шыққанға дейін күтетін боламыз. Неге жақсылап, енді күрішіміз қайнап шығып жатыр. Енді дәміне қарай кішкене шымшым тұз саламыз да, тағы да 1-2 рет араластырып, суы тартылғанға дейін. Кішкене суы тартылғаннан соң баяу отта бетін жауып 10-15 минуттай пісіретін боламыз. Неге біздің күрішіміз пісіп шықты, езілмеген, дана-дана болып, дәмі де бір ерекше болып шығады. Неге? Сіздерге ас болсын.